Selam dostlar, biz bugün tortqa arналган biskвит dayındaymiz. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызды салатын ыдыс міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы қажет. Жұмыртқа міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болуы қажет. Сол кезде ғана жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызы жақсы бөлінеді. Ақ уызды миксермен араластырған кезде ең алғаш миксердің бояу жылдамдығынан бастап уақыт өте келе жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Ақ уызымыз қоюлана бастаған кезде қанттың жартысын саламыз. Ақ уызымыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай венчикті көтерген кезде ақ уыз ақ болуы қажет. Сары уызымызға қанттың қалған бөлігін саламыз. Сары уыз осындай болып шығуы қажет. Енді сары уызға ақ уыздарды салып, сағат тілімен лопатканың көмегімен араластырамыз. Ұнымызға разрыхитель мен ванилин саламыз. Қасықпен араластырып аламыз. Ұнымызды жұмыртқалы массамызға 4-5 бөлікке бөліп саламыз. Тестамыз дайын, енді оны формаға құямыз. Формаға құйған соң бетін осылай тегістеп шығамыз. градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. 30 минут өткеннен соң дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, духовканың есігін 5 минутқа ашып қалдырыңыз. Бисквитіміз дайын.